Армысыздар, құрметті тыңдармандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Күйеуінің опасыздығының үстінен түсемін деген әйел мүлде басқа жағдайға тап болды. Ерлі зайыптылар тыныш өмір сүріп жатады. Алайда, кейінгі уақытта әйелі күйеуінің үйге кеш келіп, сенбі жексенбі күндері бір жаққа кетіп, жандарында болмай қоятыннан секем алып жүрді. Негізі бұл әйел сабырлы болатын, бұрқылдап сөйлеп, ерінің бетінен алу деген мінезінде жоқ болатын. Дегенмен үй ішін ұмытып, жолдасының далада жүргені көңіліне қатты әсер етті. Көрші әйелдер де тілдері сумаңдап, күйеуің соңғы уақытта үйде көп болмайды, біреу-міреу тауып алған болар, деп қажап тиісетін болған. Осындайдың ықпалынан ба, бір күні әйел Құдайдан кешірім сұрап, күйеуінің артынан аңдуға шықты. Күн жексенбі болатын. Соңына түскен көзден еш қапері жоқ жолдасы қала шетіндегі ескі бір үйдің қақпасына кіріп, көзден таса болды. Әйел де қақпадан ішке енді. Аулада қалың ағаш бар екен, соның тасасында тұрып тыңдады. Жел көзі ашық терезеден іштегілердің даусы анық естіліп жатыр. Бұның құлағына баланың қуанып көкелегені мен әйелдің сыңғырлай күлгені және өз күйеуінің даусы естілді. Жақындай түскен, әйел үні еркелегендей шықты. Әріге шыдап тұра алмаған бұл келген ізімен кейін қайтты. Кеудесін өксік қысып, күйеуімен бірге өткізген бүкіл өмірін есіне алды. Егілген күйі үйіне келіп жатып қалды. Артынан күйеуі келді. Бұған сыр білдірмей, өзінің сырқаттанғанын айтып жата берді. Осы күннен кейін екеуінің арасында түсініксіз ахуал орнап, әйел күйеуінен жиіркенетіндей күйге түсті. Бірақ сыр бермей, кірін жуып, асын беріп, бар шаруаны бұрынғысынша жасап жүр. Бір күні күйеуі үйге қонбады. Ертеңіне бірақ келді. Әйелдің бар шыдамы таусылған. Жолдасы жексенбі күні әлгі үйге бет түзегенде тағыда соңынан қалмай барып, олардың қылмысының үстінен түспекке бел буды. Қойнына лыпылдап тұрған өткір көздікті де тығып алған. Күн кеш болатын. Күйеуі сөмке толы азық түлікті көтерген күйі үйге кіріп кетті. Бұл сыртта сол дауыс естілер терезенің алдында тұр. Іште бала жоқ. Бұл жолы әйел салмақты сөйлеп отыр. Сізге рахмет. Ұлым сіздің көмегіңіздің арқасында аяғынан жүретін халге жетті. Алла қаласа аз күннен соң ол ауруханадан шығып қасыма келеді. Жаңа сөйлескем, жағдайым жақсы, көкеме сәлем айт деп жатыр. Ол сізді көке деп кетті. Солай айт деген жоқ едім. Өзі ғой баланың. Менің күйім мынау, күйеуімнен айрылғалы осы баламен. Енді сіз бұл үйге келе бермеңіз. Өз бала-шағаңыз бар. Білем, ол қызыңыздың өсіп кеткенін айтқансыз, бірақ зайыбыңыз бар ғой, ол не ойлайды? Сіз сондай сабырлы бәрін түсінеді дегенсіз. Сонда да ел ғой, көрші қолаң бар. Сөйтіңіз, енді бізге келмеңіз. Мен көшеге хабарландыру ілдім. Үй қызметшісін аламын. Ал балам келген соң бәрі жақсы болып кетеді. Сіздің бізге жасаған жақсылығыңызды қалай өтерге білмеймін. Мені жаныңыздан қуа бастадыңыз ба? Сіздерге менің көмегім әлі де керек емес пе? Маған солай сезіледі. Жарты жолдан тастап кету. Алла риза болсын сізге. Осы көмегіңіздің өзі біз үшін зор көмек. Екі дүниеде бақытты болыңыз отбасыңызбен. Сіз уәде еткенсіз, ұлым аяғынан жүріп кеткенге дейін көмектесемін деп. Ал ұлым кеше аяғынан тұрды. Бүгін жүрдім дейді. Рахмет сізге, дәрігерлерге қаратып, қаражат бердіңіз. Сау боп тұрыңыз, енді бізге келмеңіз. Осы араға шейін естіген үй сыртындағы әйел сыртқы есік ашылғанда селк ете түсті. Күйеуі екен, күртешесінің жағасын көтеріп алып, қақпаға қарай беттеп барады екен.
Арада күндер өтті. Күйеуі жұмыстан соң үйде, сенбі жексенбі күндері де үй шаруасымен болады. Әйел бұл жұмбақ сырдың бүге-шүгесіне дейін білгісі келді. Мұның күйеуін көке деп атайтындай не қылған бала? Ана бейтаныс әйел кім? Оларға неге көмектесіп жүр? Бәрі жатқан жұмбақ. Әйел арада апта өткенде сол әйелдің үйіне барды. Есік қақты. 10-13 жасар шамасындағы ұл бала есік ашты. Аяғын сәл сылти басатыны болмаса шауып жүр. Мама, бір апай келіп тұр. Кіріңіз деп жатыр. Бұл балаға қорап тәттісін ұсынып ішке қарай өтті. Мұнтаздай таза. Барлық жиһаз жұпыны болса да орнында. Ішке кіргенмен состиып қалған бұған арғы бөлмеден қысылмаңыз, диванға жайғаса беріңіз, мен қазір киімімді ауыстырып алайын, деген әйелдің даусы естілді. Төрдегі жұмсақ диванның шетіне отырды. Аздан соң арғы бөлмеден қол арбаға отырған әйел кірді. Денесінің тек үстіңгі жағы бар екен. Бұл үндей алмай қалды. Сәлеметсіз бе? О, әдемі әйел бізге неге келді екен? Мен сіздің хабарландыруыңызды оқып. Қандай хабарландыру? Үй қызметшісі керек деген. Я, сонымен, деп мүгедек әйел сырын ішіне бүгіп, келген адамды тыңдап алып, үй қызметшісі жұмысына қабылдады. Сөйтіп, арада біраз уақыт өтті. Екі әйел бір-бірін жақсы біліскендей, тіпті достасып кетті. Бала да үй қызметшісін апа деп іш тартып тұрады. Енді үйіне әйел кештетіп келетін болған. Күйеуі ондай қызғаншақ жан емес. Бірақ бірде әйелінің демалыс күндері неге үйде болмайтынын сұрағанда, бір құрбымның баласына қарайлап жүрмін. Оған менің көмегім ауадай қажет деп жауап қатқан. Күйеуі үндемей қалған. Күндердің бір күнінде мүгедек әйелден бұл сұрап қалды. Бұған дейін балаңыз екеуіңіз қалай тұрып келдіңіздер? Сіздерге кім қарайлайды? Сізден осы сауалды көптен күтіп жүргем. Осыны неге бірінші күні қоймадыңыз? Деп әйелдің бетіне сынай қарады. Есіме келмепті, кешіріңіз. Сіз бұл үйге хабарландыру арқылы келдім дейсіз. Шыны керек, мен ешқайда хабарландыру бергенім жоқ. Ойым болған, бірақ ауруханадан балам аман есен келген күні ол ойымнан айнығам. Біз балам екеуміз ешкімге керексіз боп қалғандай күй кештік. Жол апатына ұшырап, күйеуім опат болды. Біз ұлым екеуміз мүгедек болдық. Мен екі аяғымнан, ал ол дене мүшесі түгел болса да жүре алмай қалды. Бізді ұзақ емдеді, үйге шығарды. Сол күні үйге әкеліп тастаған адамдардың ішінде басқаларға қарағанда жаны ізгі, өзгелерге болсын деп тұратын бір айрықша адам болды. Сол адам балама да, маған да ақ жүрек пейілімен қарап, осы уақытқа дейін жәрдем берді. Ол кісінің кім екенін білгіңіз келе ме? Атын айтайын ба? Әлде өзіңіз? Деп мүгедек әйел сынай қарағанда, жүзін жас жуған әйел, ол Жомарт па? Деді. Иә, ол сіздің күйеуіңіз Жомарт Бекбосынұлы болатын. Сіз мені қалай танып қойдыңыз? Осы үйдің табалдырығын аттағаннан бастап, сізге менің болмашы ақшам керек еместігі, жұмыс іздеп жүргенде күйде еместігіңіз, жүріс-тұрысыңыздан, сөзіңізден сезіліп тұрды. Әрі айтпап едім, мен ешқандай хабарландыру бергенім жоқ деп. Сонда сіз мен жазбаған хабарландыруды қайдан оқып жүрсіз? Тіпті көршілерімізге де ондай әңгіме айтпаған едім. Сөйтіп, сіз өзіңізді өзіңіз ұстап бергенсіз. Сосын мен де сіз бастаған мысық пен тышқан ойынына еріксіз кірістім. Бірақ сіздің де өз күйеуіңіз сияқты сондай адал, ақ пейілді жан екеніңізге әбден көзім жетті.
ұлыма да маған да жақсы қарадыңыз, ешбір арам ойыңыз болмады. Үйіме өз үйіңіздей қарап, ас суымызды жақсы баптадыңыз. Күйеуіңізге қарыз болғандай, енді сізге де қарыз болған жайымыз бар. Бірақ күйеуіңізден айырмашылығы, мен сізге аздап болса да өз зейнетақымнан ақша бөліп тұрдым емес пе? Деп мүгедек әйел мейірлене риясыз күлімсіреді. Қызметші әйел де күлімсіреп, ол берген бүкіл қаражатқа осы үйге керекті нәрселер алып, үйді қысқа қамдағанын, бір тиынын да шашау шығармай осында қалдырғанын айтып, екі құрбы тағы да жарқын күлкінің шуағына бөленді. Жомарт Бекбосын ұлының бірде үйіне келмеуінің себебі сол күні балаға ота жасайтын болған. Жомарт сонымен бірге ауруханада қонғаны себеп болыпты. Оның бәрі енді айтылып, белгілі болып жатыр. Екі әйел сыр шертісіп, әбден дос болып алған. Күйеуіне деген секем көңілі орынсыз қызғанышына ұялғанымен, оның арты осылай боларын ойлады ма? Енді қос құрбы осы ахуалды Жомарт Бекбосын ұлына, жеткіншек Нұрқасымға қалай айтамыз деп бас қатырып отыр. Жақсы адамдарды бір-біріне шебер байланыстырған Алла бұл жағдайдың да шешімін оңай келтірер.